Қайырлы кеш достар, бүгін біз сіздермен қойдың қабырғасынан сорпа жасайтын боламыз. Алдымен қабырғамызды осылай бөліп аламыз, етімізді турап аламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді қуырып аламыз. 5 минут қуырылған соң пиязымызды, сәбіз, болгар бұрышын қуырып аламыз. Он минут қуырып болған соң үстіне картошкамызды саламыз. Томатымызды қосып аламыз. Қуырып болған соң 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Суын құйып аламыз. Тамақтың қақпағын жауып 1,5 сағатқа қайнатамыз. Бір қайнаған соң оттың астын жай қоюды ұмытпаңыздар. Енді начинкасына кеспе дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға 1 пелай су құямыз, 1 жұмыртқа саламыз және 1,5 қасық тұз саламыз. Егер тұздарыңыз аздау болатын болса, қамыр езіледі. Сол үшін сәл ашылау қылып салғандарыңыз дұрыс. Ұнның көлемі видеода көрсетіліп тұрғандай, алдымен жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Тұзымызды ертіп. Мендегі су жылы су. Бірінші ұнымызды салып қасықпен қозғап аламыз. Қамырымыз дайын болды. 5 минутқа тындырып қоямыз. Бізде 5 минут өтті. Енді қамырды жаюға кірісеміз.
Жартысын осылай жайып кептіріп аламыз. Қалған жартысын қазанымызға салатын боламыз. Менің қазаным жай қайнап тұр. Он минут пісіреміз. Тамағымыз дайын, өте сіңімді әрі жеңіл ас. Ыдысымызға құйып аламыз. Үлкен кісілер жақсы көретін ас. Үйде тамақ ауырған адам болса, осылай бұрышпен беріңіздер, тез жазуына көмектеседі. Бетіне укроп септім. Ас болсын сіздермен болған Жансая.